Бір жетіден соң сәбиді сүндеттейтін мезгіл жеткенде оған Иса деп ат қойды. Мария мен Жүсіп жаратқан иенің алдына апару үшін нәрестені Иерусалим қаласына алып келді. Ғибадатхана ішінде оларға Құдайды ерекше қастерлейтін қарт Шимон жолықты. Киелі рух оған Мәсіхті өз көзіңмен көрмей өлмейсің деп аян берген еді. Өзің берген уәдең бойынша мына құлыңды бұл дүниеден босатарсың, Тәңірім. Өйткені мен құтқарушыңды өз көзімен көрдім. Бұл Құдайдың өзі таңдаған нәрестесі. Екеуіңе де Құдай жар болсын. Діни жөн жоралғы аяқталысымен олар Иерусалимнен шығып Назарет қаласына қайтып оралды. Иса 12 жасқа толғанда Жүсіп пен Мәриям оны құтқарылу мейрамын мерекелеу үшін Иерусалимге ертіп әкелді. Мейрамнан соң үйге қайтқан жолда бала бірге келе жатыр деп ойлаған, сөйтсе Иса Иерусалимде қалып қойыпты. Олар баланы іздеп қалаға қайта оралды. Үшінші күн дегенде оны ғибадатханада дін басылармен сұхбаттасып отырған жерінен тауып алды. Мынандай қиын сұрақ қойып отырған бала кімдікі? Бұл Назареттен келген. Бізге ермей осында қалып қойыпты. Албырттық үшін кешіріңіздер. Барлығы да Исаның берген ұғымды жауаптарына қайран қалды. Ұлым, бізге айтпай қалып қойғаның қалай? Әкең екеуміз зәреміз ұшып, іздемеген жеріміз жоқ. Неменеге мен іздедіңдер? Әкемнің ісімен айналысуға тиіс екенімді білмейсіздер ме? Иса олармен бірге Назаретке қайтып келді. Ойы да бойы да толысып өсіп, Құдай мен пенделерге сүйкімділігі күн сайын арта түсті.